Сәлем қыздар, жағдайларыңыз барлығы жақсы ма? Бүгін мен сіздерге құрамында жұмыртқа жоқ, сары май жоқ, үй жағдайында дайын болатын коржикті қалай істелу жолын ұсынбақшымын. Өте тамаша болып шығады. Балалық кезімізде біз осы коржиктарды 5 теңге 10 теңгеге сатып алатын болатынбыз. Енді міне үй жағдайында сіздер де істеңіздер, балаларыңызға, отбасыларыңызға істеп берсеңіздер болады. Тамаша болып шықты. Қарасаңыздар, беті қып-қызыл. Жұмыртқа еш нәрсе жағылмады, тек қана айран ғана жағылады. Соның өзінде және арасында қараңыздар, қандай әдемі болып шықты пісіп. Және осы коржда қалай жасалу жолын видеоның соңына дейін қараңыздар. Және маған міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде менің арнама тіркеле кетіңіздер. Алдымен қыздар, біз коржымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай тостаққа айранымызды құятын боламыз. Айранымыздың үстіне біз ас содасын салып, венчиктің көмегімен кішкене араластырып аламыз. Ас содасын салған соң біздің айранымыз кішкене көпіршіп реакция береді. Осылай. Осы айранымыздың үстіне мүмкіндігінше сіздер айранды, қолдың айраны болса тіптім жақсы, қоюлау болғаны мен қолдың айранын алдым, болмаса магазиннің айранында қолдана берсеңіздер болады. Үстіне қантымызды салып, біраз араластырамыз. Яғни осы жерде біз сұйық майымызды құйсақ болады. Барлық масалқылардың өлшемдерін біз описание бөліміне жазып кететін боламын. Енді осы үшеуін жақсылап араластырамын. 3-5 минутқа дейін. Біздің айранымыз бен қантымыз толық еру керек. Екеуі қантымыз айранның ішінде еріп, әдемі масалқы шығу керек. Шекеріміз өте жақсы араласты. 3 минут, 4 минут араластырдым, қозғап, енді осыны бір шетке қойып қоямыз да, енді ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде илектен өткізіңіздер. Әйтпесе біздің неміз жақсы болмай, көтерілмей қалуы мүмкін корждарымыз. Осылай араластырып, мен жаңа алдымен айранға ас содасын салған болатынмын. Ал енді ұнға мен ұнға қопсытқышты салдым. Енді осыны ұнды толық емес, 2 бөлікке, 3 бөлікке бөліп, яғни айранымыздың масалқының үстіне салатын боламыз. Толық салмаңыздар, қамырымыз қатып қалуы мүмкін, сондықтан бөліп салсаңыздар. Кішкене венчиктің көмегімен қоюлау қылып, ұн салып араластырып алдым. Енді венчигімізді қоя тұрып, қалған ұнымызды салып, қолымызбен қамыр қылып илейтін боламыз. Қатты илемеңіздер, ұнды аз-аздан салыңыздар. Аз-аздан қолымыздың, саусағымыздың ұшымен ғана басыңыздар. Бар салмақпен басып, қатты ұнды көп салатын болсаңыздар, біздің қамырымыз қатты иленіп, коржымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Байқасаңыздар, бұл коржға жұмыртқа қосылған жоқ және сары май қосылған жоқ. Тек қана қолдың айраны болса, өте жақсы тамаша шығады. Және күнделікті тамақ істеп жүрген майды осындай қолға жабысатын қамыр болады. Осы уақытта спрамызға бөлек алып, табақтан босатып аламыз. Яғни тостағымыздан кәдімгі өзіміз осылай кішкене жабысып тұрады қолға. Спрамыздың үстінде болды. Осындай жұмсақ қамыр болды. Бұны тұндырып қоюдың қажеті жоқ. Сразу илеп болғаннан кейін бөліктерге бөліп, кішкене ұнды көптеу себе беріңіздер. Уже иленіп қойғаннан кейін бөліктерге бөліп мен істеймін. Ал сіздер полный жайып, үстінен пиаламен, кесемен, ыдыстармен істесеңіздер болады, бөлсеңіздер. Ал менің корж кесетінім сынып қалған, сондықтан мен жеке
бөліп алып жеке уықтаумен жаятын боламын. Байқасаңыздар, мен барлық қамырды бөліктерге бөлдім де жеке жайып алып осындай қалыппен бөліп шықтым. Енді осыны осы уақытта пешіміздің астын жағып қоюымыз қажет. Әрқайсысын бөлек жайып істеймін. Сонымен осындай пештің формасына салдым және астына пергамент қағазын төседім. Міндетті түрде төсеңіздер, болмаса жабысып қалуы мүмкін. Мен бетіне осылай айран жағамын. Айран жақсаңыздар да тамаша болып шығады. Бәріне былай қарағанда өте үйдегі бар заттармен істелінетін қуыршақ. Айран болса, шекер болса және сұйық май болса болды, жеткілікті. Оған сары май, маргарин, жұмыртқа деп керек деп әуре болмай, үйдегі бар масалқылармен осылай балаларыңызға тез қошып, печенье, майдалау қып кесіп, печенье істеп берсеңіздер өте тамаша. Енді осыны толық жағып болған соң қызып тұрған пешімізге 7 минут, 10 минутта дайын болады. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі. Сонда да қарап тұрыңыздар, беті қызарып, дайын болды деген кезде аласыздар. Менің қуыршағым әдемі болып пісіп шықты. Таза әдемі болып пісті, көтерілді. Сіздер де істеп көріңіздер. Негізі сіздер қуыршақты пешке салатын кезде пештеріңіз қатты ысысын, жылымшы пешке салмаңыздар. Әйтпесе сіздердің қуыршақтарыңыз арасы тап болып көтерілмей піспей қалуы әбден мүмкін. Бұрын балалық кезімізде мектепте осы қуыршақтарды 5 теңге, 10 теңгеге сатып алатынбыз. Енді міне үйде өзіміз ақ жасауымызға болады. Бұның құрамына, қуыршақтың құрамында жұмыртқа жоқ, сары май жоқ, күнделікті өзіміз қолданып жатқан сұйық май және айран, шекер болса болды. Міне дайын. Сіздер де істеп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, маған міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Және ұсыныстарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін.